Амансыздар ма? Тікелей эфирде Қазақстанның аптасы. Мен Жайна Асламбек. Сурда аудармашы Шырын Жанғабыл. Бүгін мынадай материалдар бар. Қазақстан бойынша 8.100 мал сойып деген ақпарат бар. Ол шындыққа санаспай ма деп ойлаймын. Мен біздің маңайымыздағы осы Торғай өзенінің бойындағы шаруалардан кеткен малдың өзі айтқан өздеріне сенгенде где-то бір 2000 басын сыртына мал кетіп тұр. Қанша малдың өлгені өз алдына, қаншадан есептеліп жатыр? Мал болғаннан кейін оның барлығының бағасы бірдей болмайды, себебі оның ішінде жаңағы жынысына, жасына байланысты әртүрлі баға болады. Мысалы, төлдердің бағасы, малдың бағасы бөлек болса, ірі малдың бағасы бөлек болады. Малдың орташа бағасы шықты. 4 түлік жынысы мен жасына қарай есептелген. Материалда береміз. Әңгі лас болып жатады. Бәрі жер шашылып жатады. Жастар қалай болса солай шашып жүре береді. Тазалық дегенді отбасынан ұстау керек, жастауынан. Таза Қазақстан деп аталатын шара басталды. Керек екеніне сөз жоқ. Тек Степной қалып барады осы орталықтан. Неге осы Степнойдың тұрғындары өз жерін тазаламайды? Әркім өзінің маңайын тазаласа, ол шын ниетімен тазалайды. Оны науқанға салып, ұраншылдатып, баннер көтеріп, менің ойымша керегі жоқ деп ойлаймын ол. Әкімдердің қалай жұмыс істейтінін бағалаудың бір өлшемі болады деген. Жұртты шамдандырмай, алайда көше шамы түскенде жарқырап та тұру үшін не істемек керек? Отбасындағы, зорлық зомбылық дедік, немесе қазіргі жандай балалардың арасындағы буллинг, мұның немесе мысалы көп талқыланатын нәрсе әскердегі әлімжеттік, шын мәнінде мұның барлығы қоғамның проекциясы ғана. Яғни қоғамда осы жағдай болып жатыр. Жаңа идеология қалыптаспаған сондай бір аралық кезеңде белгілі бір агрессиялық немесе белгілі бір моральдық мәселелер көбірек көтерілетіні анық. Қоғамда агрессия көбейіп кетті деген пікір бар. Және ол жағастататын оқиғалармен дәлелденіп жатады. Бұл беті қайтатын тасқын ба? Өткенде Алматыда тұрғын үйді күзететін адамда сол үйде тұратын біреудің көлікпен жаныштап, одан қалса басына секіріп мерт қылғанын көрдік. Агрессорлар қайдан пайда болады және немен қоректенеді? Қоғамның қайырымды қасиетін басым етудің басты кілттері қандай? Данияр Қайыртайдың сараптамасы. Экс-министр Бишімбаевтың марқұм Салтанат Нүкенованы ұрып соғып, тепкілеген видеосының бір үзігі ғана жарияланған тұста үйінің күзетшісін көлігімен қағып, кейін ұрғылап өлтірген, көшедегі бір келіншекті соққыға жығып, шашынан сүйреткен, саябақты саяқ отырған қызға тарпа бас салған, сауда үйінің бір бұрышында 15 000 теңге қарызын қайтармаған үшін жас жігітке әлімжеттік көрсеткен агрессорлардың бейнесі тарап жатты. Бұған көз үйір болған ерлі-зайыптылар арасындағы ұрыс-керіс, ата-аналардың, мұғалімдер мен тәрбиешілердің балаларға көрсететін зәбірі, оқушылар мен солдаттар арасындағы зорлық оқиғаларын қосыңыз. Қоғамда өшпенділіктің осыншалықты өршуіне не себеп? Неге кей адамдар қатыгез? Осы сияқты бірнеше сұрақты әртүрлі ғылым өкіліне қойдық. Барлық социологтар оның биологиялық негізінде мойындайды, бірақ дегенмен де негізгі агрессияны қалыптастырушы себеп ол сыртқы ортаның ықпалы. Адамның шыққан ортасында агрессия ол норма ретінде қабылдану, үнемі агрессорлардың ортасында тәрбиеленуі және кейбір кезде осы агрессияның болуын қоштап қолпаштап отыратын ортада адамның тәрбиеленуімен. Тек қана қазақ қоғамында емес, жалпы басқа елдерде де патриархат бұл тек қана ер адамның шешім қабылдауы ғана емес, оның агрессия көрсетуге деген билікке ие болуы. Бірінші өзінің күшін көрсету. Себебі ол адам өзінің мысалы ойын жеткізе алмайды, өзінің не қажет екендігін айта алмағандықтан ол агрессия білдіреді. Екінші нәрсе ол қарсылық. Үшінші нәрсе ол шаршау. Адам қатты шаршаған кезде мысалы агрессия алып келеді. Сонда агрессор деген кім? Оның сипаты қандай? Өмірден ләззат көрмеген, өзін жақтырмайтын адамдар көбінесе агрессор болып келеді.
агрессор кімге өзінің агрессиясын көрсетеді? Өзінен жоғары адамдарға көрсетпейді, өзінен төмен адамдарға көрсетеді. Социопаттар өз табиғатынан эмпатия білдіруге мүмкіндігі жоқ, және бұны қанша жерден ол адамға тәрбие берілсе де, білім берілсе де, этика, мораль туралы құндылықтар дәріптелсе де, ол адам өзгермейді. Оның алған білімі де, шыққан ортасы да оны агрессор болмайтындай жағдай ретінде қарастыра алмаймыз. Өйткені агрессор болу үшін ол ұзақ уақыттық іште жиналған дүние, немесе әртүрлі психикалық күйге байланысты. Яғни агрессор біздің қоғамдағы кез келген адам бола алады. Бір шетінен барлығымыз кішкене агрессор шығамыз. Неге? Себебі бізге қоғамның қоятын талаптар тым жоғарыда, және біз ол талаптарға үнемі жауап бере алмаймыз. Мысалы, бір уақытта сенен талап етуі мүмкін жақсы ана, жақсы әке болуыңды, сонымен қатар сен жұмыста үнемі мықты қызметкер болу керексің, оның арасы сен ата-анаңның үмітін ақтау керексің, сен балалармен ойнау керексің деген сияқты. Ал белгілі бір мемлекетте не қоғамда қандай кезеңде агрессив іс-әрекеттер көбейеді? Шын мәнде мұның барлығы қоғамның проекциясы ғана. Қоғамдағы үлкен макро жүйедегі кейбір институттар өзінің функциясын дұрыс атқармауы, ол шағын топтардан көрініс табуы мүмкін. Адамдарға ортақ, адами қатынастарды реттейтін құндылықтар қоғамда басты рөлге қашан шықпайды, дәл сол кезде құндылықтар құлдырайды. Сол кезде адамдардың арасында қатынастар бұзыла бастайды, қоғамда агрессия көбейе бастайды. Бұрынғы бір идеологиялық жаңағы саясат немесе жүйе кеткен кезде, бірақ жаңа идеология қалыптаспаған сондай бір аралық кезеңде белгілі бір агрессиялық немесе белгілі бір моральдық мәселелер көбірек көтерілетіні анық. Мүмкін қазір Қазақстанда сол процесс болып жатқан шығар. Біз көбінесе алданып қаламыз. Біреуге сен. Мысалы, енді біздің елімізде бәрі күшті болады. Енді прям ғажайып болады, осындай біз өзгертеміз дейді. Бірақ ол өзгерулер тез болмайды ғой, өзгерулер өте баяу. Халық нені күтеді? Тез өзгеретін. Әртүрлі әлеуметтік топтар арасында алшақтық айқын болса, онда агрессия өрши түседі. Өйткені экономикалық теңсіздікті көзбен көруге болады, бақылауға болады. Күн тәртібіндегі негатив оқиғалар нөпірі мен түрлі медиа өнім арқылы көрсетілетін агрессия көріністері адамды булықтыруы мүмкін бе? Су тасқыны болып жатыр, су басып жатыр. Әлеуметтік жерлерді ашқан кезде неге олар үйтіп жатыр, неге бұлай? Осындай біз жаман жерде тұрамыз, біздің мемлекетіміз осындай нашар, біз барлығы өте нашар, ешкім жұмыс жасап жатқан жоқ, ешкім көмектесіп жатқан жоқ, қара халық қалды деген сөздер көп естиміз. Сонда көп естіген ондай сөз бізде ашыламайды. Негативті ақпараттар бізде өзімізді автоматты түрде психикалық, бейсаналық тұрғыда келе жатқан қауіпке дайын болу нәрсені, қорғану агрессиясын қалыптастырады. Егер сіздің көз алдыңызда үнемі белгілі бір нормаға сәйкес емес іс-әрекет ақпарат ретінде ұсыныла беретін болса, уақыт өте ол нормаға айналуы мүмкін. Ол ақпарат айтылу керек, бірақ ол ақпаратқа қатысты оның да өзінің этикалық нормалары сақталу керек. Енді қоғамдағы осындай агрессив көңілді азайтудың амалы қайсы? Біреудің агрессиясын екінші адам түзете алмайды негізінде. Біз жазалау арқылы түзетеміз деп ойлаймыз, бірақ көп жағдайда жазалау агрессияның ушығуына алып келеді. Біз әртүрлі институттардың бір-бірімен қарым-қатынасын регуляция жасап отыру керекпіз. Мысалы, әйел адамға қол көтеруге болмайды, ол жаңағы дінде болсын, мәдениетімізде болсын, онда ешқашан болмаған дегенді идеология ретінде дәріптеу керек. Ұлттық құндылықтар бірден бір осы агрессияның алдын алатын, немесе агрессияға жол бермейтін бұл иммунитет деп айтуға болады. Тағы бір мәселе бұл қоғамдағы теңдік, әділеттілік мәселесі орнаған кезде қоғамда агрессияның да болу мүмкіндігі азаяды. Қоғамның есеюі өте маңызды. Қоғамның есеюі дегеніміз жауапкершілікті ала білу. Этикада өте жақсы ереже бар. Мен өзіме жасаған нәрсені, жасалғанын қаламайтын нәрсені басқаға жасамауым керек. Санкция қатал болған сайын адамдар норманы жаңағы қорқады оны бұзуға. Бұл жерде біздің мемлекетте демократиялық заң үстемдігі жүретін өзін солай атайтындықтан бізде заң күші жоғары болу керек. Айналып келгенде қоғамның мінез құлқы да жүйемен бірге өзгеретін болғаны ғой. Данияр Қайыртай, Бауыржан Бірлібаев, Апта.